Армысыздар, қалайсыздар, қайырлы жұмалар. Бүгін 21 маусым, күннің тежелуі, тоқырауы. Бұл деген ең ұзақ күн, ең қысқа түн болады. Енді бұндай табиғи құбылыстарда біз енді қарапайым адам, қарапайым пенде болғаннан кейін әрине жарылқаушы Тәңірімізден, қолдаушы Құдайдан көмек сұраймыз, арман тілектерімізді орындашы дейміз. Бізді жебеп жасқап жүрген әруақтардан өтінеміз, сұранамыз. Денсаулық, бағымызды ашы, әртүрлі жолымызды ашы деп, енді қандай арман тілектеріңіз бар? Ішіңіздегі, түпкіріңізде, кәдімгі түп жүрегіңіздің түбінде жатқан арман тілектеріңіз болса, айтып жеткізіп қалыңыздар. Мен де сіздерге тілекшімін. Ал енді Таро не дейді? Қалай болады, қалай өтеді? Бүгінгі аңсаған, армандаған арман тілектерін жылдың соңына дейін 22 қара түнге дейін орындала ма екен? Соны бір қарап жіберейік. Ал бізге Таро не дейді? Болды, марал, армандай беріңіздер. Жер ана бізбен бірге қолдайды, қоршайды, сақтайды, барлық арман тілектеріңді орындайды. Тек жақсы ойлап, жақсылыққа ұмтылыңыздар. Мен де қатты армандап отырмын. Бәрі рет-ретімен, сабақты ине сәтімен. Пах шіркін. Фарт, колесо сансары дейді, бүкіл ырыс, несібе, бақ, береке, лайым, мені көріп жатқан, мені естіп жатқан әр қазақ үйлі жайлы, бөпелі, баршылық, молшылық, табыстары, перілеріміз сәл ғана кідірсеңіздер, жақшылықтар дейді. Бүгінгі тілеген арман тілектеріміз жылдың соңына дейін орындала ма? Қара түнге дейін болмай қалады деп ішіңізден жаман ойламаңыздар. Бірде бар, бірде жоқ, бұл өмірдің ағысы ғой деп емес, кәдімгідей армандап үлгеріп қалыңыздар. Шын ниетпен сұрасаңыздар, Құдай береді, жастың тілеуін береді. Мына жақта жаман ойлар көп екен, бірақ оның бәрін отбасылық құндылықтар жеңеді.